Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Грани фильмі. Шынайы өмірден алынған кино Френ есімді жасөспірімнің жақын досы және қызымен видеочат арқылы сөйлесіп отырғаннан басталды. Ол компьютер алдында ішіп шегіп отыр. Бір кезде бөлмесіне әкесі Луис кіреді. Әкесі шуламай ұйқы беруін өтінді. Френ болса ашуланып құрып кетуін сұрайды. Алайда Луис кеткен жоқ. Ол баласымен сөйлесуді қалайды. Таңертең ұйқысы қанбаған Луис жұмысына келді. Ол дүкен басқарушысы болып жұмыс жасайды. Бұл уақытта оның ұлы достарымен демалып жатыр. Мектептен қашып әуен тыңдап ішіп шегуде. Кешке Луиске ұлының көптен бері мектепке келмей жүргенін жеткізді. Сосын оған ауруханадан хабарласып, ұлын алып кетуін өтінеді. Френ төбелесіп қалыпты. Луис ауруханаға келіп, Френнің досы Мигудың ата-анасын кездестіреді. Олар Френнің нашар бала екенін айтып, оның ұлдарына жаман жағынан әсер етіп жатқанын айтты. Луис ұлын шығарып алды. Ол сөйлескісі келді. Алайда жасөспірім ашуланып көліктен шығып кетеді. Ер адам ұлын тоқтатып сабырға шақырмақ болды. Бірақ та Френ айқайлап, өз әкесін құлақ шекеден шапалақпен тартып жібереді. Сосын қашып кетеді. Кешке Луис үйіне келді. Френ үйде жоқ. Жасөспірім достарымен көңіл көтеру үшін клубқа кетіп қалыпты. Жалғыз қалған әкесі торттың шамдарын жақты. Ұлы бүгін 17-ге толып жатыр. Луис баласымен тіл тапқысы келеді, бірақ қалай екенін білмейді. Бұл сұрақтың жауабын ол интернеттен іздеп көрді. Көп ұзамай агрессивті мінез-құлықты психикалық жолмен жөндейтін симка аталатын арнайы бағдарламаның жарнамасына жолығады. Ата-аналар бұрын балдармен тіл табысу өте қиын болғанын, кейін симка бағдарламасының арқасында олармен сөйлесудің әлде қайта жеңіл болғанын айтуда. Видеоларды қарап отырған Луис уақыттың қалай зымырап жатқанын білмейді. Міне, түнде есірткі мен ішімдікке той болған Френ қисалаңдап үйге кірді. Әкесі оның келгенін көрді, бірақ бұл жолда сөйлесу мүмкін болмады. Келесі күні Луис жақын танысу үшін симканың презентациясына келді. Мұнда коуч дисциплинаның ерке тодай балаларға қаншалықты маңызды екенін айтуда. Дисциплина балаларға мақсат пен бағыт сыйлап, үлкен жетістікке жетуге таптырмас құрал болады. Бұл уақытта ұлы спиртті ішіп, телефонмен сөйлесіп жүр. Мигу анасы қалағандықтан Френмен достығын үзді. Ал қызы арада үлкен ештеңе жоқтығын жеткізді. Френнің көңіл күйі жоқ. Мұны презентациядан келген әкесі байқады. Түнде арнайы үйретілген екі адам жартылай жалаңаш Френді үйден күштеп алып кетеді. Бала қарсыласты, әкесін шақырды. Алайда әлде қашан чемодан дайындап қойған Луис оны есіктен интернатқа шығарып салады. Жасөспірімді минивенге салып қаладан алып кетті. Келгесін оны Оскар есімді тәрбиелеуші күтіп алды. Оскарды мұнда әке деп атайды. Ер адам баланың жартылай жалаңаш екенін көріп наразылық білдірді. Тәрбиеленушілер дисциплинаны ұстанып, киініп келулері қажет. Оған қоса Оскарға баланың қолының кісенделі болғаны ұнамады. Ол кісенді шешуді бұйырады. Френ Оскарды өз жағында деп ойлап, күзетшіні балағаттады. Бірақ тәрбиелеуші әп-сәтте арсыз баланың қолын бұрап, лагердегі ережелерді айта бастады. Ереже бойынша үлкендердің алдында сөйлемеу керек. Бұл жерде сөйлеу құқығы дәрежеге тең. Френнің шашын қиып, арнайы форма кигізді. Сосын топқа әкеліп қосады. Иектерінде жарасы бар балалар күнделікті қойылатын видеоны қарайды. Сосын топ жаңадан келген баланы үйретілген сөздер бойынша қарсы алады. Френ алдындағы адаммен сөйлеспек болғанда, Оскар видеоны паузаға қояды. Топ орындарынан атып тұрып, ереже бойынша сөйлемеу керектігін айтады. Түрі әбіржіп кеткен Френ бұл жерде ешкім олмен санаспайтынын түсінеді. Ары қарай топ қоршаған ортаға пайда тигізетін жұмысқа жегілді. Олар кір-қыстырғыш жинайды. Сосын топ түскі асқа келді. Френ жаңа жолдастарына қарап, айқайлап айтылатын сөздерді жаттап жүр. Оларға күн сайын видео сабақтар қосады. Видеода психологтар дұрыс мінез-құлықтың қандай болатынын көрсетуде. Тәрбиелеушілер арасында Нандо ерекше көзге түсті. Оскар оған сырт келбеті үшін және сағыз шайнап, балаларға дұрыс емес нәрсе үйретіп жүргені үшін ескерту жасайды. Жаңағы айтылғандардан бөлек, жасөспірімдер психологпен сөйлеседі. Олар іштегі қорқыныштар, ата-анамен ара қатынас туралы беседа жүргізеді. Френ әкесін сағынғанын мойындады, бірақ Луистің ешқашан әкелік махаббатын көрсетпегенін жеткізеді. Оған қоса махаббатын бала кезде кетіп қалған анасына да көрсете алмаған үшін. Оскар бастаған симканың барлық тәрбиелеушілері жиналып, алда келе жатқан бостандық күнін талқылауда. Бұл жасөспірімдерге сыртқы ортадағы өмірді көрсететін әлде бір мереке екен. Нандо жақында келгендіктен бұл туралы білмейді. Сондықтан әріптестерінің алдында күлкіге қалады. Түскі ас кезінде Нандо бар ашуын жасөспірімнің бірінен алды. Басқа балалар ештеңе болмағандай асығып жеп жатқанда, оны аяусыз сабайды. Тәрбиелеу кезінде Нандо баланың көзіне перцовка газын шашқан еді. Бұл интернат директорына мүлдем ұнамады. Бай ата-аналар балаларын ұрып соқсын деп бермейді. Оскар директорға істі өзі реттейтінін жеткізді. Сосын Нандоға күш көрсету арқылы соңғы ескерту жасайды. Ал егер де видеоны жатқан болса, дәл қазір паузаға қойып, лайк басып тіркелуіңізді сұраймын. Сіздер үшін бірнеше секунд, ал мен үшін бұл өте маңызды. Френ ережелерді жаттап алды, тек жаза туралы әлі білмейді. Бір күні ол сабақ біткесін бөлмесінен шығады.
күзетшіге білдіртпей бір этаж төменге түсті. Төменде бала сенсорлы этажға тап болады. Бұл сыртқы ортадан ішінара немесе толықтай оқшауланған бөлме. Бұның ішінде тіпті сөйлесуге де болмайды. Бөлмелердің бірінде Френ орындыққа байланған жасөспірімді кездестіреді. Оның көзі мен құлағын жауып, өз ойларымен жеке қалдырған. Френ байғұстың бетіндегі маскасы мен наушнигін шешті. Сол кезде байлаулы жігіт мейірімділік танытып өлтіруін сұрайды. Бұдан шошынған Френ кері қарай жүгірді. Күзетшілер қашқанның бөлмеде жоқтығын байқап қойды. Сондықтан дабыл қағып іздеуді бастайды. Басты кейіпкер бұрышқа тығылды. Күзетші кіргенде шап беріп, көмекке адам келгенше аямай ұрады. Бұл үстіне ашуланған Оскар баланы тобымен қосып жазалайды. Иектерін еденге тіреген бойы бәрі екпетімен жатыр. Олар қозғалыссыз жатқанда жазалаушылар жарықты, шулы әуенді пайдаланып қорлайды. Жазасын алған Френ иегіне қанды белгісін алды. Бұл уақытта психолог Хеленаның бастауымен балалардың ата-аналары да реабилитация бағдарламасынан өтуде. Луис ұлымен тіл табыса алмағанын жеткізді. Бұған доктор, диалог бұл екі жақтың қатысуымен туындайды. Сондықтан тек балалар ғана емес, ата-аналар да оларға бағынуы тиіс деп айтты. Мысал ретінде Хелена қатысушыларды Сандра есімді қызбен және оның ата-анасымен таныстырады. Қыз бағдарламаны аяқтаған. Ата-анасы қыздары оралғаннан соң өмірлерінің қалай өзгергенін айтуда. Әңгіме барысында қызы жіберіп қойды. Анасы оны алып кетеді. Үйге оралған Луис психолог айтқандай ұлының бөлмесіне кірді. Оның компьютерін қосып, Френнің достарымен түсірген видеосын қарайды. Кадр арасында Луис өзін көрді. Ұлы жұмыста отырған жерінен түсіріп алған екен. Видеоны көрген соң Луис жымияды. Келесі күні Луис лагерден ұлын алып кетуге келді. Оскар оған күзетшіні ұрған видеоны көрсетіп, әлі де тәрбиелеу керектігін ұсынады. Кезекті видеоны қарап отырғанда, Френ өзін ұстай алмай әзілдеп қойды. Бұны естіген тәрбиелеуші топты жазалауды шешті. Балалардың қол-аяқтары мен көздерін байлап, торға қамайды. Мұнда олар дәл осы күйде бірнеше күн жазаланады. Торда ең ұзақ шыдаған адам ғана сынақтан өтеді. Ал егер кімде-кім жерге отырып қалатын болса, сенсорлы оқшауланған бөлмеге кетеді. Бұл уақытта ата-аналар өзара түсінушілік жөніндегі кезекті тренингке келді. Луис Сандраның ата-анасымен жақын танысты. Ата-анасы қыздың психикалық денсаулығына алаңдаулы. Олар тренингтің көмектесетініне сенеді. Келесі күні торда қалған жасөспірімдерді тамақтандырады. Бірақ берілген тамақ біреуіне жетпейді екен. Балалар келісе алмай шу шығарды. Сол кезде күзетшілер барлығын аш қалдырады. Түн. Тордағы екінші күн басталып келеді. Бір кезде торға Хелена жақындап, балаларды видеоға түсіреді. Ол интернаттағы қатыгездікке қатысты дәлел жинап жүр. Әйелді нан достап алып, Оскарға келді. Басқарушы, мұнда тұрған ештеңе жоқ. Бізде бәрі заңды деп әйелді босатты. Үшінші күні торда тек Френ қалды. Шыдағанның арқасында бұрынғы күнтізбесіне оралды. Луис Сандраның анасымен жақсы ара қатынаста. Тіпті бір-бірін ұнатып қалады. Анасы Луиспен бірге жүргенде Сандра Хелена таратып жіберген видеоға тап болады. Онсыз да лагерден соң есін жия алмай жүрген қызға бұл естеліктер соққы болды. Әкесі есі кетіп жұмысын жасап жатқанда қыз шатырдан секіреді. Директор видеоның тарап кеткені үшін Оскарға ашулы. Оскар ашуын балалардан алды. Оларды спорттық жаттығуларға жегеді. Біреулері шыдай алмай құсып қойды. Нанды ұруын тоқтатқан жоқ. Бұның барлығы соңында Френді қатты шаршатады. Ол қарсы шығып, ас бөлмеден шықпай қояды. Оскар оны сенсорлы бөлмеге жіберді. Бұл жерде оны байлап, көзбен құлақтарын жабады. Уақыт өте сыртқы ортадан толықтай байланысы үзілген Френ жыңғыға бастайды. Көздеріне түрлі нәрселер елестейді. Бостандық күні келгенде жаза аяқталады. Ерлер мен әйелдер тобы вальс билеу үшін спортзалға жиналды. Қиналған Френді әкелінді, бірақ ол қатыспайды. Үстелге отырып, сырттарынан бақылап отыр. Билеп жүрген жігіттердің бірі қорықпай отырған Френді көріп тоқтап қалды. Басқалар да солай жасайды. Оскар айқайлап жалғастыруын бұйырды. Бірақ ешкім оны тыңдамайды. Нандо балаларға зиян тикпетер деп Оскардан қолын бұрайды. Луис ұлын интернаттан шығарып алуды қалайды. Сандраның анасы бұл ойын қолдайды. Келесі күні Луис лагерге келеді. Френді бірден шығарды. Ешкім оның әкесін тоқтатуға тырыспады. Жігіт әкесімен амандаспастан көлікке отырды. Үйге жеткенше жолға қарап келді. Үйде Френ құрбысымен кездесті. Интернаттағы өмірі туралы оған айтпайды. Френ қамауда қалған басқа да жасөспірімдерді аяйды. Бала әкесімен әлі сөйлеспеді. Алайда бұрынғыша дөрекіленбейді. Ол бөлмесіндегі естеліктерін алып тастады. Бұл арқылы ескі өзімен байланыс үзеді. Жігіт әкесінен сыйлық алмайды. Бос уақытында терезені ашып айқайлайтын болды. Бір күні ол ас бөлмеде лагерде жаттаған сөзді айтады. Әдет болып қалса керек. Френ әкесіне қатыгездердің қолына әдейі жіберді деп ашуланды. Луис алданып қалатын туралы білмегенін, анасы тастап кеткеннен кейін жалғыз өсірудің қиынға соққанын жеткізеді. Френ анасын ұстап қала алмаған үшін әкесін әлі де кінәлайды. Келесі сценада екеуі үндеместен бір жаққа бара жатыр. Луис бір үйдің алдына тоқтады, сосын документ алып үй иесіне тапсырады. Кімге бергенін көре алмаймыз. Кеткесін Френ бұл анам ба деп сұрайды. Әкесі жауап берудің орнына көліктен шығып кетеді. Ұлы артынан келді. Екеуі де көз жастарын жаңбыр тамшыларымен жасырып құшақтасады.
Достар, осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.